Сәлем достар. Қазір мен сіздерге мынау супер блогер видео курсын қалай онлайн сатып аламыз, соны көрсететін боламын. Бірінші курс алу үшін e-jigit.com/course адресті тереміз. Тергеннен кейін сайт ашылғаннан кейін мына жерде курс сатып алу деген батырма бар, осыны басамыз. Егер де қандай да бір түсінбеген сұрақтар болатын болса, мына онлайн чат бар, осы онлайн чатты қолдануға болады. Үстіне басып кез келген сұрақты жазуға болады. Қазір енді біз мынау супер блогер курсын онлайн сатып алу үшін курс сатып алу деген батырманы басамыз. Бірінші мынау курс жайлы бәрін біліп аласыздар, көріп. Бұл курс қандай, нені үйретеді, бәрін біліп алғаннан кейін курс сатып алуды басамыз. Осы жерде мынау супер блогер онлайн нұсқа, осыны таңдаймыз. Онлайн сатып алу деген батырманы басамыз. Осы жерде жаңағы супер блогер курсы ашылады, онлайн нұсқа. Мына жерде қысқаша не жазылған, мына жерде тауар сипаттама бар, бағалар берсеңіз болады. Аты жөніңіз жазып, имейл жазып жібер десеңіз, баға беруге болады. Енді осы жерде заказ беру үшін, тапсырыс беру үшін қоржынға салу деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін мына жерде мынандай не пайда болды. Міне сіз суперблогер онлайн нұсқа курсын қоржыныңызға салдыңыз. Біз қоржынға салдық, енді қоржынды көреміз. Қоржынды көреміз. Бұны көру үшін мынанда басса болады, мына жерде де болады. Бұл жақта бассаңыз мұны салынған. Кейбір жағдай болады, қоржынға салу дегенде кейбір адамдар екі рет басып жібереді, сөйтіп мына жерде екеу болып болады. Сөйтіп баға көп болып кетеді. Мысалы екеу болып тұрады да, апдейт карт деген, яғни қоржынды жаңарту. Мынандай болып тұрады кейбір жағдайда. Екі рет байқамай басып жібереді да. Осындай жағдайда мына жерде бір болу керек. Мынаны тағы да минус қыламыз да, сөйтіп апдейт карт басу керек. Бастапқы осындай болу керек. Міне 4990 теңге болу керек. Егер байқамай 2 рет 3 рет басып жүрген болсаңыздар, қайтып минус басып бірге қойып, апдейт картты басып, осындай күйіпке келтіру керек. Осыны болғаннан кейін тапсырысты рәсімдеуді басамыз. Осы жерде мынау түсінбеген сұрақтар болса, маған хабарласуға болады, немесе онлайн чат қолдануға болады. Бұл жерде мына жақтан өтіп кетесіз, купон ондай жоқ қазір. Мына жерде ат жөніңізді жазасыз, мысалға. Марат. Аты жөніңіз, жаңа мекен-жай жазу керек. Осы мекен-жай бойынша мен бұл онлайн нұсқада мекен-жай жазылу керек. Егер физикалық нұсқада мекен-жайды міндетті түрде жазу керек. Енді сол мекен-жай бойынша мен жіберем. Мысалға мен көше нөмірін жазса жеткілікті берді. Квартира болса, квартираның бәрін жазу керек. Қаласы мысалы. Қала. Облыс. Пошталық индекс жазу керек. Бұл мен қазір мысал ретінде жазып жатырмын. Телефон номер жазу керек. Мына имейлді міндетті түрде асықпай қатесіз жазу керек. Себебі осы имейл адреске жаңа сіз өзіңізді жүктеп алатын сілтеме келеді, осы курс жүктеп алатын. Сол үшін имейлді қатесіз асықпай жазу керек.
имейл жазасыз. Егер қандай да бір ескерту нелер болатын болса, өтініш болса, мына жаққа жазсаңыздар болады өтініштерді. Енді бұл жерде төлем тек қана бір IP мен төлейміз. Сондықтан осы жерде мына сіз суперблогер курсын төлемді Казкоммерцбанктың IP ККБ қауіпсіз бетімен жасайсыз. Қазір тапсырысты растау десек, сол жаққа аударады, сол жаққа төлем бетіне. Қазір осы мына жазып болдық қазір. Енді сол бетке барамыз. Тапсырысты растау деген басамыз. Лақтырып жатыр. Мына қазір біз IP, Казкоммерцбанктың IP деген төлем жүйесіне келдік. Осы жерде мына жақта мына жазасыз. Бұл жерде кез келген Visa, MasterCard, жаңағы төлем карталары арқылы төлеуге болады. Мысалы, Казкомдікі, Халықбанк, Каспий банк, Сбербанк, Фортебанк, кез келген. Бірақ жаңағы карта осы мына онлайн төлем жасау үшін ашық болуға қажет. Мысалы, Каспийден алғандар, Каспий Gold деген сияқты, олар Каспий KZ-ге кіріп, сол жақта жаңағы тіркеліп сайтқа сөйтіп, өзінің жеке кабинетінде интернет төлем жасау үшін ашып қояды. Ал Казкоммерцбанкта Хоумбанкке кіріп, сол жерде ашсаңыз болады, және 3D Secure код деген бар, соны қоюға болады. Қазір мына жерде жазамыз. Номер картаны жазу керек. Срок. Яға телефон номер жазасыз. Оплатить дегенді басамыз. Осылай ашылады. Мен енді қазір Казкоммерцбанктың несімен неған екен, менде осылай ашылып тұр. Басқа банктерде басқаша ашылады. Мына жақта мысалға тілін ауыстыруға болады. Осы жерде мына жерде жаңағы сізге телефон номеріңізге SMS келеді, мына SMS one time password. Ал егер 3D Secure код деген болса, білетін болса, сол 3D Secure кодты таңдау керек. Бірақ көп жағдайда мынау SMS келген дұрыс. Осыны таңдасаңыз, сіздің телефоныңызға нөміріңізге нөмір келеді, сол кодты жазу керек. Мысалға мына қазір next басамыз. Мына осы жерге номер келеді, сол кодты жазу керек. Төлегеннен кейін сізде мынандай не шығады, платеж принят деп. Осыдан кейін сіз вернуться в магазин деп басасыз. Басқаннан кейін сізді рахмет, сіздің тапсырыңыз қабылданды. Одан кейін мына жерде суперблогер онлайн нұсқа жүктеу деген. Осыны басып жүктеуге болады, немесе жаңағы сіздің тапсырыс барысында берілген мынау имейлға сілтеме келеді, оғанда сол сілтемені басып жүктей аласыз. Ол сілтеме мысалға мына осы почтаны көрсеткен едім. Мына суперблогер курсы. Мынау жаңағы сіздің төлеген неңіз, IP арқылы төлеген неңіз. Ал мына жерде жаңағы суперблогер төленді, ішіне кірсеңіз. Рахмет, мына жерде онлайн нұсқа деген басасыз. Осы жерде мынау Google дискке лақтырады. Бұл жерде мынау не удалось загрузить файл для предпросмотра деген, өйткені бұл архивный файл, zip файл. Сондықтан ол көрмейді, сондықтан ашық болып тұр. Енді бұл жерде сіз скачать деген басасыз. Басқаннан кейін бұл жерде ешқандай вирус жоқ.
бұл мынау суперблогер zip 3.6 гигабайт. Соны мынау скачать в любом случае деген бассаңыз жаңағы жүктеу басталады мынандай болып. Осыны өзіңізге окей деп жүктеп аласыз курсты. Жүктеу басталды. Бұл жаңағы Мегалайн, IDNet, Билайн сияқты интернет, жаңағы проводной интернетпен жүктесеңіз, бұл бір 15-20 минуттың ішінде өзіңізге жүктеп алуға болады. Жаңағы интернеттің жылдамдығына байланысты. Осылай біз онлайн нұсқасын өзімізге жүктеп аламыз.